Жапалақ неге жарықта ұшпайды? Ертегі. Ертеде жер бетіндегі құс атаулының бәрі бір жерге жиналып, сауық кешін жасайтын болыпты. Сол кеште алуан түрлі құстарды көріп, бір құс қана өз жаратылысына риза болмаған екен. Бүркіт биікте ұша алады, аққу әсемдігімен тамсандырады, тырна ұзындығымен сүйсіндіреді, торғай кішкентай болып алып, бақшаны қорғайды. Ал менің сабалақ қауырсынымнан басқа ештеңемде жоқ, деп ойлады Жапалақ. Сол күннен бастап Жапалақ өзін басқалардан артық қылып тұратын бір ерекшелікті іздейді. Сұлулығыммен тәнті ете алмасам да, біліміммен басқаларды басып озайын, деген оймен Жапалақ тынбай ізденетін болыпты. Көпті көрген теректердің бұтағына түнеп, ақылда сұрапты. Сиқыршылардың жанында жүріп, түрлі кітап та оқыпты. Жылы жаққа ұшатын құстарға ілесіп, жер шарын аралапты. Ең қиыны, жаңа білім игерген сайын, ол басқа құстарды сынап, мінеп, өзінен төмен санайтын боп алды. Бір күні Жапалақ өзен жағасында қаңқылдап ұшқан қаздарды көреді. «Ей, қаздар, сендердің ажалдарың неден екенін білесіңдер ме?» «Білмейміз, Жапалақ. Сендер бәрің бірге ұшып, бірге жүресіңдер. Алыстан келе жатқандарың бірден көзге түседі. Одан қалды, қаңқылдап дауыс шығарасыңдар. Жыл сайын бір айдынға келіп қонақтайсыңдар. Осыны біліп алған адамдар сендерді оңай тауып олжа қылады. Сондықтан бір-бірлеріңе кесірлеріңді тигізбей, мен секілді дара-дара болып күн кешулерің керек». Жаратылысынан топтасып жүруге жаралған қаздар Жапалақтың ақылын құп көрмейді. Ал Жапалақ жалпақ жұртқа керек емес ақыл айтуын жалғастыра берді. Саңқылдап күлетін шағалаларға этика, эстетика туралы лекция оқысам, сыңарынан айырылған аққуды жұбатудың орнына, бұл өмірде махаббаттан да маңызды нәрселер бар ғой деп, жан жарасына тиіп сөйлейтін болыпты. Балапандары өскенше жиынға келе алмай жүрген қарлығашқа, бала-шағаның қасында отырып қарайып қалатын болдың, деп тиісіпті. Жапалақ көп оқып білген сайын барлық құстардың тіршілігінен мін байқай бастады. Бұлбұлға тегін сайрай бермей ақылы концерт өткізіп, кәсіп ашсаңшы, десе, көгершіндерге біреудің хатын таситын қара жұмыстан шық, деп ақыл айтыпты. Жапалақ шынымен ақылды еді. Бірақ білім айналаға пайдасын тигізіп, нұрландырса керекті. Ал оның алған білімі тек тәкаппарлығын өсіріп тынды. Осылайша құстар атаулы келесі жиындарына Жапалақты шақыруды сирете берген екен. Дос-жарандарының көңілін қалдыра берген Жапалақ содан бастап тек түнде оянып, жалғыз өзі өмір сүретін құсқа айналыпты.